Сәлем достар, бүгін сіздермен өте фарштың дәміне ұқсайтын котлет жасайтын боламыз. Ет жоқ болып қалған жағдайда ойланбастан осыны жасаңыздар. Бізге овсянка қажет болады, ол көз мөлшеріңізбен үйдегі адам санына байланысты салып аласыздар. Мен осылай көз мөлшермен салдым. Үстіне қайнап тұрған ыстық суды кішкенеден құйып, жайлап тұрып, жақсылап араластыратын боламыз. Мен қазір видеода көрсеткендей масса шығу керек. Міне осындай масса шықты. Енді осы массаның үстіне 3 штук картобымызды үккіштен өткізіп аламыз. Бір пиязымызды үккіштен өткізсеңіз де болады, қолмен турасаңыз да болады. Мен қолмен турадым. Осылай салып, үстіне 1 жұмыртқа саламыз. Тұз, бұрыш, паприка болса паприка салып жесеңіздер болады. Осылай барлығын салып, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Енді котлетімізді қолымызбен котлетке ұқсатып форма істеп, кепкен нанның ұнтағына аунатамыз. Ол ұнтағы жоқ болатын болса, ұнға аунатып пісіре берсеңіздер де болады. Майды көп құюдың қажеті жоқ, кішкене ғана құйып, екі бетін қысартып алып осылай пісіресіздер. Астарыңыз дәмді болды.